Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өзімнің еттен жасалатын тойымды салатымен бөлісемін. Ал кеттік, бірге жасайық. Бүгінгі салатымыздың құрамына жұмыртқа, піскен ет, корнишоны, салатный лист оформлениеге, бұрыш, тұз, майонез, чеснок керек. Ал салатымызды дайындаймыз, кеттік. Мискімізді аламыз. Жұмыртқаны жарамыз. Қыттай тұз, қыттай бұрыш саламыз. Омлет жасаймыз. 2 жұмыртқадан 2 омлет шығады. Газымыз жағамыз. Блинница тавамызды қоямыз. Қыттай май тамызамыз. Оты орташа газде тұрады, қаттыға қоймайсыз, жайға қоймайсыз. Енді мына қағазымызды, салфеткамызды алдық. Шылқытып май болмайды, тек жағамыз табаға. Тек бір рет жағамыз. Міне дайын болды, бірінші блиніміз. Енді екіншісін саламыз. Бір минуттан асты үсті тез піседі. Қараңыздар. Егерде аударып атқанда құрттай жыртылып кетіп атса, ничего страшного. Қазір пышақпен бәрі кесіліп кететін нәрсе. Міне 2 жұмыртқамыздан 2 омлет шықты. Егерде тағы айтып кетейін, құрттай шеті жыртылып кетіп жатса, оған ешқандай қорқыныш жоқ. Себебі ол бәрі пышақпен қазір кесіліп кетеді. Еще қалай кесу керектігін қазір бәрін видеоның барысында көрсетемін. Омлетіміз дайын. Енді піскен етімізді менде міне свежий жая болды. Сол жаяны енді кесіп, мына майын салмаймыз, майлы жерін соломке қылып, сопақша қылып, қазір тураймыз. Етіңіз тек тұздалмаған, сүрленбеген болу керек. Менікі жая, свежий жая болды. Мен бұл етті 2 сағат жарым қайнатты. Менің етім жас малдың еті болды. Тұздап, қара бұрыш, горошек салдым, лавр жапырағын салдым. Ет қайнағаннан кейін 1 сағаттан кейін салдым тұзын, жаңа специяларын. Сосын 2 сағат жарымда етім дайын қайнады. Салқындатып қойып, сосын міне сіздерге салат қылып жасап жатырмын. Міне қиярымызды да етті қалай турадық, солай қылып тураймыз. Ұзынша қылып, еттің көлемі қандай, сондай қылып тураймыз. Енді омлетімізге кеттік. 2 омлетті бірінің ішіне бірін саламыз. Домалақтап бұлай как рулетик ураймыз. Үйде домашний лапша жасайсыздар ма, мысалға, сол сияқты жасайсыздар мені. Тек бұған ішіне ұн салмайсыздар, енді олай өзі жабыспайды.
Енді майонезімізді саламыз. Жарты чеснок саламыз. Кішкентай чеснок саламыз. Езгілемейміз. Бұлай жаңағыдай воздушный дейді, осылай. Енді мен бұл салатқа грецкий орех қосып жегім келіп тұр. Қазір бұны ұнтақтаймыз. Міне қараңыздар. Пакетке салдым. Оқтаудың шетімен тек. Совсем ұнтақтап керек емес, міне. Болды. Міне ұнтақтадық. Қараңыздар. Қандай ұнтақталған. Осылай саламыз. Өте супер дәмді болады. Құрметті міне оқырмандарым, тыңдармандарым, бүгінгі менің еттен жасалатын салатым міне дайын болды. Менімен бірге болыңыздар, лайкты басыңыздар, маған жазылыңыздар, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.